Көбіміз қарбыз жегенді жақсы көреміз. Оның артық салмақтан арылуға көмегі мол. Қарбыз маусымы аяқталмай тұрып, диета ұстап, арықтауыңызға мүмкіндік бар. Бұл диетаны қалай ұстану керектігін білесіз бе? Бұл диетаны ұстау оңай емес, себебі оның басты шарты қарбыздан басқа еш нәрсе жемеу. Егер бүйрек жеткіліксіздігінен ауыратын болсаңыз, бұл диетаны ұстауға болмайды. Егер бүйрек бауырыңыз қалыпты болса, қарбыз диетасын ұстануыңызға болады. Күніне қанша қарбыз жеу керек? Диетаның шарты бойынша 10 кг массаға орта пішінді бір қарбыз келеді. Демек, егер салмағыңыз 70 кг шамасында болса, күніне 7 қарбыз жеуіңіз керек. Егер қарныңыз қатты ашса, қара дәнді не жемістен жасалған нан жеуіңізге болады. Неше күн қарбызбен тамақтану керек. Бұл диетаны 10 күннен артық ұстауға болмайды. Егер қаласаңыз, диета арасына 2 апта салып қайталауға болады. Диетадан кейін қайтадан семіріп кетпеу үшін не істеу керек? Көптеген адам диета біте салысымен ауыр, калории мол тамақ жеуге көшеді. Оның үстіне диета кенеттен үзіліп кеткендіктен ағза жаңа тәртіпке үйренуге үлгермей, жеген тамағымызды дұрыс қорыта алмай, артық май ретінде сақтауы мүмкін. Қарбыз диетасын дұрыс аяқтау ережесі. Таңертең сұлы ботқасын жеу керек. Күнімен жаңа піскен көкөністер мен жеміс-жидектер жегеніңіз дұрыс. Мәзіріңізге ақырындап ақуыз қоса бастаңыз. Алғашқы күндері 30 кг бір қарбыз есебімен жеп, кешкі асқа қарбыз бен майсыз сүзбе не айран ішкен жөн. Ал ет пен балықты түскі асқа жеген абзал. Ал енді құрметті көрермендерім, сіздерге осы ақпарат пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Егер де сіздерге видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.